Қошаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен керемет кешкі ас дайындайтын боламыз. Өте дәмді шығады, қолжетімді астарға қажет болатын тағамды менімен бірге дайындаңыздар. Және мен YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен етімізді 4 бұрыш етіп турап алатын боламыз. Өте майда қылып тураудың қажеті жоқ, орташа етіп турасаңыздар болады. Бөлек бір ыдысымызға салып алатын боламыз. Ал енді бір пиязымызды жақсылап турап аламыз. Мен осылай тураймын. Өздеріңіз қалауларыңызша турасаңыздар болады. Достар, бізге картоп көп мөлшерде қажет болады. Мен көрсеткендей тураймыздар. Турап алған картоптарымыздың барлығын бір ыдысқа салып аламыз. Осылай ырғып турайтын болсақ, езіліп кетпейді, өте әдемі дана-дана болып тұрады. Ал енді капустамызды, яғни қырыққабатымызды турап алатын боламыз. Мен көрсеткендей үлкен қып кесіп алып, ары қарай 4 бұрыш етіп турап шығатын боламыз. Майдалап тастаудың қажеті жоқ. Турап болған соң барлығын ыдысқа салып аламыз. Ал енді қызанағымызды, яғни помидорымызды турап аламыз. Өте майдалап тураған жақсы. Достар, етімізді, картошкаларымызды жақсылап жуып тазалап алдын ала дайындап қойдық. Ал енді қазанымызға майды құямыз. Майды кішкене көп мөлшерде құюымыз қажет. Біз картоп салған кезде май татылып кетеді. Орташа отта 5-10 минут қуырып алатын боламыз. Достар, етіміз қызарған кезде пиязымызды салатын боламыз. Пиязымызды салып жақсылап қуырамыз. Пиязымыздан кейін қызанағымызды салып жақсылап араластырамыз. Қызанағымыз езіліп, суы шыққан кезде өте керемет болады. Дәл осы сәтте картошка және сәбізімізді салып, барлығын бірге араластыратын боламыз. Дәл осы тұста тұзымызды салып алатын боламыз, яғни бір үлкен қасық саламыз. Онымен қоса өзіміздің ұнайтын дәмдеуіштерімізді салуға болады, яғни приправа, қара бұрыш, қызыл бұрыш деген секілді. Мен, достар, картошкасын көп қоймаймын. Осы сәтте мен капустаны салып, жақсылап араластырдым. Достар, біз қуырып болдық, енді суын құямыз. Суды көз мөлшерімен құятын боламыз. Әркім әртүрлі салмада қосады ғой, сол себепті мен өзім жарты банка қостым. Крышкасын жауып, жай отта 45 минут пісіріп алатын боламыз. Достар, өте керемет, иісі деген айтып жеткізу мүмкін емес. Өте дәмді болатын тамақты міндетті түрде жасаңыздар. Сіздермен болған балалар, қош сау болыңыздар. Міндетті түрде каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда дағы керемет рецептермен бөлісетін боламын.